Ешкімге айтуға болмайтын 7 құпия. Құпия деген не? Елге нені айтуға болады? Айтылмайтын қандай құпия болуы тиіс? Тізімге көз жүгірткен адам біразымен еріксіз келісері сөзсіз. Айтылмауға тиісті бірінші құпия. Келешекке құрған жоспар. Жоспар толыққанды орындалмайынша ол туралы тіс жармау керек. Адамның кез келген ойы бастапқыда әлжуаз болып тұрады. Өне бойы шұрық тесік келеді. Кез келген жерінен кілтипан тауып, ізгі ойды ойсыратып алуға болады. Екінші құпия. Қайырымды істер туралы ешкімге айтпау. Қайырымды іс жер бетінде кездесетін сирек құбылыс. Сондықтан оны көздің қарашығындай сақтау керек. Өзіңізді жақсылық жасағаныңыз үшін асыра мақтамаңыз. Мақтау адамды тәкаппарлыққа тез ұрындырады. Үшінші құпия. Тақуалығыңыз туралы көпшілікке айтпау. Тамақ, ұйқы, күлкі, төсек қатынасына қатысты шектеулеріңізді ешкімнің білмегені жөн. Тәннің шектеуі көңілдің тақуалығымен үйлессе ғана пайдалы. Төртінші құпия. Жасаған ерлік, батырлық туралы үндемеу. Әр адам күнделікті сан алуан оқиғаларда бастан кешіреді. Біреу білектің күшімен жеңіп жатса, біреудің ақылы асады. Күшпен жеңген адамның ерлігі тез бағаланады. Ішкі арпалысты ешкім байқай бермейді. Сондықтан ол үшін ешкім марапат бермейді. Бесінші құпия. Рухани жетілу туралы айтпау. Рухани байлық тексіздікі. Оны ешкімге айтып, абырой жинай алмайсыз. Айналаңыздағы адамдардың шын мұқтаждығын көрсеңіз ғана шет жағасын айтыңыз. Алтыншы құпия. Үйдегі ұрыс керіс пен отбасылық өмір туралы үндемеу. Есіңізде болсын, отбасыңыздағы ұрыс туралы неғұрлым аз айтсаңыз, оның ынтымағы берік бола түседі. Ұрыс араласу барысында жиналып қалған зиянды қуат. Түйткілді көп талқылаған сайын, оған өзіңіз көбірек сене бастайсыз. Жетінші құпия. Баяғыда естіген жаман сөздер туралы айта бермеңіз. Көшеде жүріп аяқ киімді былғап алуға болады. Ал кейде сананы да былғап алатындар болады. Жолда келе жатып естіген бар қаңсыз сөзді үйге келіп айтқан адамның табалдырықтан аттап, былғаныш аяқ киіммен төрге озған адамнан айырмасы жоқ.